Сәлеметсіңдер ме, менің кішкентай достарым және ата-аналар. Экран алдына жайғасып, кешкі ертегіні тамашалауға шақырам. Бүгінгі біздің ертегіміз екі дос деп аталады. Ерте заманда екі дос болыпты. Күндердің бір күнде олар орман ішінде келе жатса, алдарынан аш қасқыр шыға келеді. Осы кезде екеуі не істерлерін білмей әбден қорқады. Бірі екінші досын қалдырып, ағаш басына шығып кетеді. Ал екіншісі не істерін білмей қалып қояды. Досым, кезінде мен әкем осы орманда аңшы болған. Қаншама қасқыр, қаншама түлкі аулаған. Әкең керемет болған ғой. Айтпа деп, біздің үйде түлкілердің терілері көп болған. Біз... Достым, бұл қасқыр ма? Қасқыр. Достым, не істейміз? Қасқыр. Тоқта, достым, тоқта, мен қалып қойдым мына жерде. Қасқыр келе жатыр, қап бәле, мен не істедім? Мен өтірік өлген адам сияқты болып жата қалайын. Мүмкін мені қасқыр көрмей қалатын шығар. Досым! Қасқыр кетті ме? Не дейді саған, не деді? Қасқыр айтты, басына күн түскенде жанын сауғалап, өз қамын ойлайтын достармен дос болма деді. Кешір досым, біз енді жолдас бола алмаймыз. Досым, тоқташ, кешірші мені. Балалар, өз достарына адал болыңдар. Достар, ешқашанда достарыңды сатпаңдар. Қалай балалар? Ертегі сендерге ұнаған болар. Біздің бұл ертегіден ұққанымыз, досыңды қиын-қыстау уақытта ешқашан қалдырып кетуге болмайды. Абай аталарың жаман дос көлеңке, басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың деген екен. Сондықтан бір-біріңе нағыз, адал, шынайы дос болыңдар. Егеменді еліміздің тәрбиелі, білімді ұл-қыздары болып өсіңдер. Ертең осы уақытта кешкі ертегіні жіберіп алмаңдар. Сау саламатта болыңдар.